Саламатсыздар ма оқырман, менің каналыма тіркеліп, сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыз. Онлайн сабақтар қажет болса, ютубты нөлден бастап үйренем десеңіз, менің комментарий номерге хабарласыңыз. 71-ші сабақ жер ғаламшар. Бірінші бейне жазбаны қарап шығып, көтерілген мәселені түсіндіріңдер, өзара ой бөлісіңдер. Екінші мәтінді оқып, тақырып қойыңдар, өздерің білетін мағлұматтармен толықтырыңдар. Жер өз білігін батыстан шығысқа қарай айналады, оның өз білігін айналу себебінен күн мен түн ауысады. Жердің күннен жарық түскен бір жағы күндіз, ал көлеңкеленген жағында осы уақытта түн болады. Жер өз білігін 24 сағатта толық бір айналып шығады. Осы уақыт аралығы тәулік деп аталады. Күн жарықпен қоса жылу да береді, сондықтан түнде күн жоқ кезде ауа райы суық болады. Ай күнді 29 күнде айналып шығады. Айдың көлемі жер көлемінің 1/4 бөлігінде ғана. Жер өз білігін айналумен қатар күнді де айналады. Жер күнді толық айналып шығу үшін 1 жыл кетеді. Жердің күнді айналып шығу жолы жер орбитасы деп аталады. Енді бұндағы тақырыпқа, осы әңгімеге тақырып қояйық, одан кейін мағлұматтармен толықтырамыз. Бұл әңгіменің тақырыбы күн мен түннің ауысуы деп аталады. Енді мағлұматтар: күн мен түн көктемде және күзде теңеледі. Әлемдік уақыт бойынша солтүстік жартышарда көктемгі күн мен түннің теңелуі 20 наурыз күніне сәйкес келеді. Бұл уақытта күн оңтүстік жартышардан солтүстік жартышарға ауысады. Үшінші тапсырма: тыңдалым және оқылым материалдарын пайдаланып, сұрақтарға жауап беріңдер. Өз ойларыңды дәлелдеп сұхбат құрыңдар. Күн мен түн неліктен ауысып отырады? Қазақ тілінде күн мен түннің ауысуынан пайда болған қандай сөздерді білесіңдер? Олардың мағынасын түсіндіріңдер. Күн жерді айнала ма? Жоқ, жер күнді айнала ма? Алғашқы кездегі адамдардың жер аспан туралы түсініктері туралы айтып беріңдер. Үшінші тапсырма: бірінші, өз білігін айналу себебінен күн мен түн ауысады. Екінші, күннің тұтылуы, яғни күн тұтылу немесе түн тұтылу, бұл айдың күн мен жердің өзара орналасуынан туындаған табиғи құбылыс, яғни күннің тұтылуы дегеніміз. Ал төртінші, жер күнді айналады. Бесінші, жерге күнге сыйынып Құдайға табынған бұрынғы кезде адамдар. Осылайша алғашқы кездегі адамдардың ақыллылығын қарауға болады. Адамдар жер әлемнің ортасында орналасқан деп ойлаған. Келесі, төл сөз және автор сөз дегеніміз не? Сөйлеушінің өз сөзінің ішінде біреудің айтқан сөзін ешбір өзгертпей сол айтылған күйінде беруін төл сөз дейміз. Мысалы, Дина бір сөзінде Асанға талабың бар екен, бірақ талап әлі өнер емес деген болатын. Бұл мысалдағы талабың бар екен, бірақ талап әлі өнер емес деген сөздер Динаның өз аузынан шыққан төл сөзі. Мұны сөйлеуші сол айтылған күйінде жеткізіп отыр. Төл сөзбен байланысты айтылған сөйлеушінің өз сөзін автор сөз дейміз. Жоғарыда алынған мысалдағы Дина бір сөзінде Асанға деген болатын автор сөзі. Мұнда сөйлеуші төл сөзді кім айтқаны Дина және кімге қаратып айтқаны Асанға, яғни жайында түсінік беріп тұр. Төл сөз бен автор сөзі де көмекші етістік арқылы байланысады, ол үнемі автор сөзінің құрамында болады. Және деді, дейді, деп, деген екен болатын, дей жаздады дегендей тұлғада тағы басқада қолданылады. Төртінші тапсырма: берілген сөйлемдерді төл сөз бен автор сөзіне айналдырып жазыңдар. Мысалы, үлгі көрсеткен ежелгі адамдар жер жазық деп болжаған. Яғни бұнда ежелгі адамдар, бұнда жер жазық, бұл төл сөз деп болжаған, бұл автор сөзі. Ал ежелгі адамдар, енді осын төл сөз бен автор сөзіне айналдырайық. Ежелгі кезеңде өмір сүрген поляк ғалымы Николай Коперник күн әлемінің ортасында орналасқан, ал жер өзге ғаламшарлармен бірге күнді айналып жүреді деп дәлелдеді. Бұндағы автор сөзі деп дәлелдеді, күн әлемінің ортасында орналасқан деген, жер өзге ғаламшарлармен бірге күнді айналып жүреді деген, ол төл сөз. Келесі, 5-ші тапсырма: энциклопедиялар мен ғаламтордан жер туралы қызықты деректі жинақтаңдар. 6-шы, жинаған деректеріңді қатыстырып шағын мәтін жазыңдар. Төл сөз бен автор сөзін ажыратыңдар. Ал енді жер туралы мәлімет жинайтын болсақ, жер бетінің 72%-ын су алып жатыр. Жер бірнеше қабаттардан тұрады: атмосфера, литосфера, гидросфера және бәрін біріктіруші биосфера. Жердің атмосферасы 78% азоттан, 21% кислородтан және бір басқа газдардан тұрады. Бұл қабаттар жерді түрлі радиоактивті қауіптен құтқарады. Жердің жоғары қабатын күніне 100 тонна тарататын түрлі метеориттер жанап өтеді. 7-ші, төл сөз бен төлеу сөзді қатыстырып, жер біздің ортақ үйіміз тақырыбында сұхбат жазыңдар. Жер біздің ортақ үйіміз. Жер біздің ортақ үйіміз дейді қазақ даналары. Бұл тегін айтылмаған. Жер бәрімізге ортақ екенін жеткізді. Жердің қадіріне жете білу қажет.
Жер ана барлық әлемді құшағында мәңгі тербете алады. Жер ана, біз сенімен біргеміз дегендей табиғат ақырын желмен сыбырлағандай күй кешуде. Осымен сабағым оқырмандар аяқталды. Сабағым ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.